Hello, my dears. How are you? I'm glad to see you again in our lesson. Сәлем, қалың қалай? Мен сені бүгінгі өзіміздің сабағымызда көргеніме тағы да қуаныштымын. Сабағымызды бастайық па? Ендеше өзіңнің кітабыңның 8 және 9 бетін аша қой. Today is our topic about animals. Okay, let's continue. Алғарай жалғастырайық. Өзіңнің кітабыңда алғашқы біздің тапсырмамызды қарай қой. Ол жерде number task 10, 10-шы тапсырма. You need to listen and read. Бірінші сен тыңдап алуың керек және одан кейін оқуың керек кітабыңды. Кітабың дайын ба? Ал ендеше, бірақ мен саған тыңдатпаймын. Мен саған осы бүгінгі 10-шы тапсырмаға байланысты анимациялық мультфильм көрсетпекпін. Және сен соны мұқият тыңдап, сөздерін ұғынуға тырыс. Okay? First of all, I want to show you animation film about this story. Okay? Let's start. Enjoy, watch. Let's watch. Okay, children. Time for bed. Good night, Grandma. Oh, what's that? Look, it's got two big eyes. And it's got a big nose. It's really big. Help! It's a monster! No, it isn't. Carly, come and say hello. Okay, my dears, did you like our animation film? Okay, let's read with me together. I will read and you read together with me. Okay, you have to read together with me. Okay, children, time for bed. Good night, Grandma. Oh, what's that? Look, it's got two big eyes. It's really big and it's got a big nose. Help! It's a monster. No, it isn't. Carly, come on and say hello. Okay, менімен бірге оқып алдың, мінекей. Енді қандай сөздер бұл жерде түсініксіз? Меніңше барлығы саған түсінікті, өйткені біз дене мүшелерінің бәрін өтіп тастадық, Big nose, big eyes, it's a monster. Monster, ол monster деген сөз, құбыжық. Сонымен қатар, барлық сөз түсінікті бұл жерде, Ендігі келесі тапсырмамызға қарайық. Біз бұны оқыдық, қарадық, тыңдадық. Look to task number 11 at page 9. Read the story and choose. Оқиғаны оқыды және оны белгіле дейді. Біз оны оқып алдық, бірақ қажет болса қайтадан оқы. Және бұл жерде саған мини-тест берілген, кімнің сөзі деген сияқты. For example, біріншісін оқиын. It's got two big eyes. Ода екі үлкен көзі бар деп тұр. Бұны кім айтты? Лиам ба, Лили ма? Сенде кітапта біріншісі белгіленіп тұр. Ал енді қалған белгілеу саған қиындыққа соқпайды деген ойдамын. Өйткені бүгінгі өткен мәтіннен оқып қарап жауабын бере ғой. Мен саған бір минут берейін, I'll give you 1 minute. Okay, the next task number 12. You need to put tick
the right sentence. Балақай, sentence деген сөз, ол бізде сөйлем деген сөзді білдіреді. Ұғып ал. Және сен бұл жерде дұрыс сөйлемге тик, яғни құс белгісін қоюың керек. Ендеше ойлашы, саған үйіңе досың келіп тұрса, сен оған не дейсің? Есікті ашасың, сонымен қатар үйге кір деп қолыңмен нұсқау беріп шақыруың керек. Және егер досың келсе үйіңе, оны қалайша ағылшынша айтуға болады. Яғни сен мына жерде бұл тапсырмада дұрыс, лайықты сөйлемді белгілеуің керек. Кеттік ендеше бірге оқиық. Help, it's Amir. Көмектесіңіз, бұл Амир деп айтасың ба? Немесе екіншісі, the second. Good night, Amir. Есікті аша салысымен келген досыңа. Қайырлы түн, Амир деп айтамыз ба? Үшіншісі, Амир, come and say hello. Бізге қайсысы сәйкес келіп тұр? Үшіншісі, соған біз не істейміз? Тик қоямыз, ал қоямыз. Okay, the next task number 14, talking point. Яғни балақай, бұл тапсырмада сен ол жерде сөйлеуің керек. Бірақ сөйлеу үшін сен алдын ала мына тапсырманы орындауың керек. Ол үшін бірінші, listen and read, then make a new dialogue with your friends. Әрине, қазір онлайн сабақ болғандықтан қасында мүмкін досың жоқ шығар. Бірақ сен өзіңнің қолыңнан келеді сенің. Ендеше, мына диалогты бірге оқиық. Сен міндетті түрде мені мұқият тыңда. Түсінбеген сөзің болса, мен саған қазір түсіндіріп аударып беремін. Балақай, біз тілімізді жаттықтыру үшін міндетті түрде осындай жазба жазсақ дұрыс болады. Мейлі ол қате болсын, сен одан қорықпа. Қате бәрінде кетеді. Бұл өзге тіл ғой өйткені. Сол қателерді істеу арқылы бірте-бірте үйреніп кетесің. Ал қорықсаң сен отыра бересің, түк білмей. Сондықтан да қазір бұл тапсырмадан кейін сен міндетті түрде саған өзімнің ақыл кеңесімді айтатын боламын. Ендеше бірге оқиық. What does your monster look like, Barry? It's got 3 eyes and a big nose. Has it got any hands? Yes, it has. It's got 5 hands. Look. What's its name? Biscuit. Biscuit? That's a funny name. Бірге міне оқып алдық, Кішкене саған аударып жіберейін, сен түсініп ал. What does your monster look like? Балақай, мына жерде look like деген сөз менің бір ұнататын сөздерімнің бірі. Ол ұқсау деген сөз. Өйткені мен мысалға өзімнің анама ұқсаймын. Сондықтан да мысалға мен анама ұқсаймын деп айтсам, I look like my mother деп айтам. Или my mommy. Сондықтан да мына сөз жаттап ал, сенің бүгінгі сөздік қорыңа тағы да бір сөз қосымша қосып қояйық. Бірақ бұл міндетті емес, қосымша ғана. Look like ол ұқсау деген мағынаны білдіреді. Сенің монстрың кімге ұқсайды? Не затқа ұқсайды? Бәрі дейді. Оның 3 көзі бар және үлкен мұрны бар дейді. Оның қолдары бар ма? Бар. Ода 5 қол бар. Қарашы дейді. Оның аты кім? Biscuit. Biscuit? Қандай күлкілі есім дейді. Мінекей, осындай диалогты құрастыр, осыған ұқсат, өзіңнің монстрыңның атын қой, және де балақай саған қазір тапсырма, оны бірақ үйден орындайсың, асықпай, біздің сабақ біткеннен кейін. Өзіңнің фантазияңды қоста неше түрлі, может оның 10 қолы болатын шығар, мүмкін оның 5-6 аяғы болатын шығар. Өзіңнің ойыңдағы фантазияң бойынша бір монстрын суретін сал, және соны досыңа немесе ата-анаңа айтып бер ағылшынша. Және оған есімін қоюға ұмытпа. Окей? Және өзің көріп тұрғандай, бүгінгі біздің соңғы тапсырмамыз. Біз бүгін O дыбысын, яғни әрпін өтетін боламыз, O әрпін. Мен бірге итті ағылшынша сен білесің қалай айтатын. Dog.
Repeat after me. Артынан қайталап отыр. Dog. Dog. Good. The next one. Uzun деген сөз ағылшынша long. Long. Балақай, мына жерде long деген кезде сен көріп тұрсың ба? Соңында n plus g, екі әріп қосылып кетсе, біздің қазақ тіліндегі аң дегендегі ың дыбысын беріп тұрады. Сондықтан да long емес, long. Good. Яғни ұзын ит деп айтатын болса, long dog. Және соңғысы біздің бүткіл денемізді не дейміз ағылшынша? Body. Repeat after me. Body. Міне, бүгінгі біздің сөздік қорымызға тағы да 3 сөз қосылды. Және соңғы 16-шы тапсырманы қарай ғой. Окей, ол үшін сен менімен бірге оқы. Let's read together. Bob the dog has got a long body. Repeat after me. Артынан қайтала. Bob the dog has got a long body. Бобтың итінің денесі ұзын деп айтып жатырсың. Осыны көп рет қайталап, үйден тіліңді жаттықтыр. Және саған сабақтың соңында айтқан болатын, ағылшын тілін тез үйренуге бір кеңесімді беремін деп. Балақай, жаңағыдай диалогты сен міндетті түрде жаз. Қорықпа, қателесем деп ешқашан қорықпау керек. Қате болса ештен кетпейді. Өйткені қате жасап барып сен үйреніп кетесің. Сондай диалогты құрастырасың, одан кейін сол диалогты жатта дегенде сен мысалы шамамен бір 5-6 рет оқысаң, сенің миыңда ол қалып қалады. Және сол қалып қалған, жатталып қалған диалогты досыңа немесе атаңа айтып берсең, сенің күшті speaking skills болады. Сенде күшті speaking skills болады. Яғни speaking сөйлеу дағдың жақсы дамитын болады. Ал қазір енді үй тапсырмасының уақыты. Okay, my dears, look at our screen. Яғни біздің экранға назар аудар. Үй тапсырмасы өте оңай. Мұқият тыңдап ал. Listen carefully. Put the pictures in order. Бірінші тапсырмада суреттерді бірінен кейін бірін дұрыс қоюың керек. Мысалға, бұл оқиғаны сен менімен бірге бүгінгі сабақта оқыдың. Енді бірінші біз монстрды көріп барып, одан кейін әжесі оған ұйықта деп айтқан жоқ қой да. Сондықтан да бірінші қай суретті қоюымыз керек? Соған 1 деп қоямыз. Екінші қай оқиға болды, қай суреттің оқиғасы? Міне, соларды бірінші нөмірлейсің. Ол оңай. Екінші тапсырма, осы тапсырма байланысты. Then match the pictures to the speech bubbles. Яғни астында осы суреттерге сәйкес келетін сөздер жазылған. Яғни диалогымыз. Соны сәйкестендіруің керек. Оны сәйкестендірген кезде суретті алып келіп, өйтіп стрелкамен қоямыз. Бар болғаны осы. And the next task is number 7. Sound spot. Бүгінгі өткен O әрпіне байланысты. Color the words with the O sound. Яғни O әрпімен айтылатын сөздерді боя. Ал ондай әріп болмаса, ішінде оны бояудың қажеті жоқ. For example, бірінші екеуін айтып кетейін, 3 сөзді. For example, got, ішінде О әрпі бар, значит, оны бояймыз. Body, бояймыз. Ал үшінші сөзді қарашы, jump. Ішінде О бар ма? О әрпі жоқ, оны боямаймыз. Міне, өте оңай. Және соңғы 8-ші тапсырма. What are their names? Read and write. Олардың аттары кім? Сен оларды оқы және жаз дейді. Мысалға, бұл жерде есімдерді оқып жедік менімен бірге. Mock, Lee, Ben, Ted, Pat. Қарашы, mock деген кезде О дыбысы шығып тұр. Lee деген кезде созылмалы И шығып тұр дыбыс, Ben, Ben, Ted, естіп тұрсың. Және Pat, Pat. Енді осыған сәйкес келетін
сөздерді белгіле. Мысалға, I've got a dog. Dog, mock. Сәйкес келе ма? Я, айтылулары бірдей, ұқсайды. Дыбысталуы ұқсайды, сондықтан да сол екеуін бірге жазуым керек. The next one. Мысалға, екіншісіне көмектесіп жіберейін, қалған өзің үйден орындайсың. For example, I've got a cat. I've got a cat. Cat. Қай есім бізде дыбысы бар? Қай есімде? Pet. Сонда екіншісіне pet деп жазуымыз керек. Міне, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Саған бүгінгі менің сабағым ұнады деген үміттемін. Барымша саған барлығын түсіндіруге тырыстым. Ал сен енді өзің үшін маған үй жұмысын жазуға тырысуың керек. Жарай ма? Және барлық үй жұмыстарын маған орындап болғаннан кейін суретке түсіріп біздің чатқа жібер. Мен сенен күтетін боламын. Goodbye!